Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде айтады: сен жақсы сөз сөйле, не болмаса үндеме. Яғни біз бұдан нені оғамыз? Құрметті бауырлар, біз өсек айтудан, біреудің артынан ғайбат айтудан, ораза айында, тіпті басқа айларда да мұсылманның баласы сақтануға тиісті. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: бір-бірлеріңді аңдымаңдар, мұсылмандар бір-бірін ғайбаттамасын. Яғни сендер өліп қалған, яғни бауырының етін жегенді қалайма дейді. Құдай сақтасын, құрметті ағайын, ғайбат айтудың, өсек айтудың азабы өте қатты. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: олар, яғни өсекшілер, ғайбатшылар ең Алла тағаланың қиын азабымен жаһаннамда тозақтың, тамұқтың түбінде азапталады дейді. Алла сақтасын. Сондықтан құрметті ағайын, біз шамамыз келгенше мына тілімізге ие болу керек. Жүсіп Баласағұн бабамыз айтқан екен: ақыл ойдың көркі тіл, тілдің көркі сөз деп. Шындығында құрметті ағайын, біз осы тілімізді барынша жақсы нәрсені айтуға, жақсы сөз сөйлеуге, Алланы ұлықтауға көбінде, яғни бағындыра білсек, қандай жақсы. Біз тілімізді Алла тағалаға серік қосуға, біреуді балағаттауға, ғайбаттауға, болмаса біреуді көпірлікпен, яғни сен кәпірсің деп айтудан біз мұсылман баласы тілімізді барынша сақтауға тиіспіз. Және сөз тасудан мұсылман баласы қорғану керек. Бахадыр Жаужүрек бабамыз Бауыржан Момышұлы бір сөзінде былай деген екен: сырыңды ешкімге алдырма, өзіңнің екі елі аузыңа сыймаған сөз 32 тісі бар адамның, яғни аузына қалай сияды. Шындығында біз, құрметті бауырлар, барынша біреуді мазақтауға, біреуді келе-келеуге, біреуді ғайбаттауға, біреуді балағаттауға, біреуге жаман намысына келетін жаман сөз айтудан барынша мұсылман баласы тырысу керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: өсекшілер, яғни өсек айтқан адам жәннатқа кірмейді деді. Өсек айтқан адамға Алла тағала, яғни жаһаннамның жазасын береді делінген. Сондықтан құрметті қадірлі ағайын, біз барынша ненің сауап, ненің күнә екенін айыра біліп, барынша сауапты іспен шұғылданып, күнә болған тілдің апаттарынан, яғни сөздің кесапаттарынан, жаман сөз сөйлеуден, біреуді ренжітетін, біреудің намысын аяқ асты ететін сондай харам сөздерден барынша сақтанып жүрейік. Және мына қазіргі әлеуметтік желілер болсын, бұқаралық ақпараттардан болсын, біреуді жамандап, басқа қылып жазудан, жаман сөз айтудан мұсылман баласы сақтанғаны абзал. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: біз сендерге екі көз бермедік пе? Уалисана уа шафатайн, яғни екі ерін бір тіл бермедік пе дейді. Алла тағала осы тіліңді сақта, тіліңді тазала, тіліңді таза ұста, яғни харам нәрсе айтпау, жаман сөз сөйлемеуді Алла тағала Құранда бұйырып тұр. Пайғамбарымыз хадисінде, яғни бізді, тілімізді жақсы сөз сөйлеуге, жамандықтан тілімізді тыюға бізді, яғни қайтарып тұр. Шындығында құрметті мұхтарам мұсылман бауырлар, баяғыда ілгеріде ғұлама ғалымдар, сахабалар ауыздарына тас салып болады екен, яғни жаман сөз сөйлеп қоймайын деп. Шындығында мұсылманның баласы барынша жақсы сөз сөйлеуге тырысу керек. Тек қана Алланы ұлықтап, Құдайды дәріптейтін аузымызға жақсы сөздер салғай. Жаман сөзден Құдай өзі, Алла тағала өзі қорғап жүрсін.